Қымбатты оқушылар, 6 сыныптың қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы су қасиетті ұғым. Сабақтың мақсаты ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыра алады. Екінші мақсатымыз сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсінеді. Есімдікте зат есім, сын есім орнына қолдана алады. Олай болса, қымбатты оқушы, әдеттегідей ой қозғау әдісі бойынша сабағымызды бастайық. Мына көріп отырған суретке мұқият назар аударып қараңыздаршы. Қандай ой салды сізге бұл сурет? Осы суретке қарап ой өрбітіп, аудио жазба жолдасаңыздар болады. Олай болса, қымбатты оқушы, бірінші тапсырмамыз ауызекі сөйлеу стилі. Көке, сіз ғалымсыз ғой. Су тапшылығы жайлы айтып бересіз бе? Әрине, тыңдай ғой. Жер бетіндегі тұщы судың қоры небәрі 3%. Біз ауыз суды үнемдеуіміз керек. Қазірдің өзінде ауыз су тапшылығын тартып отырған елдер бар. Қызық екен. Бұл туралы тіптен ойланбаппын. Жақында бір теледидардан мынандай бір мәлімет естіп қалдым. Соңғы 60 жылда жер бетіндегі ауыз суды тұтыну 8 есеге артқан. Жер шарындағы тұщы судың тапшылығы жылына 230 миллиард текше метрге жеткен. Әлемде 2,5 миллиард адам сапалы ауыз суға қол жеткізе алмай отыр. Мен де көбірек осы су тапшылығы туралы оқуым келеді. Бекерге су қастерлі ұғым деп айтпайды ғой. Бұл балалар ауызекі сөйлеу стиліндегі мәтін болған. Енді балалар ресми стиль. Өздеріңіз білесіздер ғой, ресми стиль не екен? Яғни ресми стильдегі мәтін тыңдаңыздар. Қазақстан Республикасының су кодексі, ауыз судың сапасы, ауыз сумен жабдықтау көзін таңдау. Екінші, ауыз суды дайындау үшін тиісті технологияны пайдалану. Үшіншіден, ауыз сумен жабдықтау көздерін қалпына келтіру жөніндегі іс-шараларды іске асыру. Олай болса, қымбатты оқушы, бірінші тапсырманың дескрипторы. Тақырыпты анықтайсыздар 2 балл, мазмұнын жазасыздар 2 балл, үшінші тілдік ерекшеліктерін салыстырасыздар 2 балл. Яғни бірінші тапсырманың жалпы балы 6 балды құрайды. Бұл бірінші тапсырманы осы кестеге сәйкес жасайсыңдар. Яғни 2 мәтінді салыстыру арқылы, яғни бірінші мәтін ауызекі сөйлеу стилі, екінші мәтін ресми стиль. Тақырыптарын салыстырасыздар, мазмұнын салыстырасыздар және тілдік ерекшеліктерін, нақты қандай ерекшеліктері арқылы сіз осы стиль екенін байқадыңыз. Нақты тілдік ерекшеліктегі қадаммен жазыңыздар, иә? Онда тапсырма түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Іске сәт, тапсырма қиындық тудырмайды деген сенімдемін. Онда жұмысқа кірісейік. Қымбатты оқушы, екінші тапсырма. Екінші тапсырма бізде грамматикалық тапсырма. Сөйлемдердегі есімдіктерді тауып, түрлеріне қарай ажыратып, сөйлемдегі қызметін анықтаңыз. Онда мына жерде 4 сөйлем берілген. 4 сөйлем 4 балға бағаланады. Яғни әр сөйлем 1 балл. Акула ешқашан тоймайды. Оның асқазаны өте мықты. Жұтқанның бәрін асқазаны қорытып үлгермесе де, өзіне ешқандай зиян келтірмейді. Мен ешкімнің малын түгендеп жүргенім жоқ. Анау үйге барып тамақ әзірлеңіздер. Яғни қымбатты оқушы, осы сөйлемдерден сіз есімдіктерді тауып, астын сызуыңыз керек және де сөйлемдегі қызметін анықтауыңыз керек. Олай болса, іске сәт, екінші тапсырма 4 балды құрайды екен. Құрметті оқушы, сабағымыз аяқталды. Әдеттегідей рефлексия. Рефлексияны кішкене біз форматын өзгертіп отырмыз. Сабақ егер сізге қызықты, түсінікті болса, осы каналға лайк басып өтіңіз. Сонда біздің каналдың сізге пайдасы болғанын кері байланыс ретінде біліп отырамыз. Рахмет, қымбатты оқушы, сау болыңыздар, жақсылықта кездесейік, аман болыңыздар, көріскенше күн жақсы болсын.